Қайырлы күн балалар, сендер бүгін сан есіммен танысасыңдар. Мәтіннен сан есімдерді табасыңдар және мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтар құрастырасыңдар. Алдымен өткен сабақтағы ережелерді еске түсіріңдер. Одан соң мәтінді менімен бірге оқып көріңдер. Сәлем Азат, сәлем Самал. Азат, сен қаламызда салынған метроны көрдің бе? Иә, көрдім. Маған метро ұнайды. Метро 11 бекеттен тұрады екен. Оның 5-еуі тереңде орналасқан. Пойыздар әр 7 минут сайын жүреді. Пойыздың іші таза әрі жайлы. Рахмет, Азат, мені қызықтырып қойдың. Міндетті түрде барып көремін. Мәтінді Жұмабай Қайранбай ағаларың жазған. Енді мәтіннің мазмұны бойынша бір-бірлеріңе сұрақ қойып көріңдер. Метро деген не? Метро неше бекеттен тұрады? Метро 11 бекеттен тұрады. 11 саны сан есім болып тұр. Неше деген сұраққа жауап беріп тұр. Пойыздар неше минут сайын жүреді екен? Пойыз әр 7 минут сайын жүреді. Демек 7 саны сан есім. Ол неше деген сұраққа жауап беріп тұр. Метро қай қалада орналасқан? Балалар, сендер метроның қай қалада орналасқанын білесіңдер ме? Жауап беріп көріңдер. Нешеуі тереңде орналасқан? 5-еу. Демек 5-еу деген сөз де сан есім болып тұр. Біз мәтінді оқыдық, мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырдық және мәтіннен сан есімдерді тауып, сан есімдерге сұрақ қойып көрдік. Әрі қарай өлеңді оқып көреміз. Бір топ бала туғаннан 15 бала ұстадық. 15 балық ұстадық. Бөліскенде оларды әркімге тиді 3 балық. Сынайын бір ал сені. Бала саны қанша еді? Мына өлең не туралы? Және өлеңдегі сұрақтың жауабын табайық. 15 балықты әр бала 3-еуден бөліп алса, неше бала болады? 15-ті 3-ке бөлсе 5. Демек, балықшының саны 5-еу. Әрі қарай пайдалы сергіту сәтін жасаңдар. Сан есімнің не екенін біліп алыңдар. Сосын мына кестені толтырыңдар. Сенің туған өлкеңде не бар? Бар, егер өзен бар болса, бар деген сөздің астына қосу таңбасын қоясың. Ал жоқ болса, жоқ деген сөздің астына қосу таңбасын қоясың. Және мына кестені әрі қарай жалғастыруға болады. Мына жерде жазылмаған заттардан басқа заттар сенің өлкеңде бар болса, жазып толықтыра бер. Сосын, егер алыстан бір қонақ келсе, сен оған туған өлкеңнің қай жерлерін көрсетер едің? Сол қонақпен болған диалогты жазып көр. Мен мысалыға Астанаға келген досыма қай жерлерді көрсететінімді диалог ретінде жаздым. Оқып көр, және сен де осындай диалог құрастырып көр. Сәлем досым, Астанаға қош келдің. Сәлем, қош көрдім. Жүр, сені қаланың көрікті жерлерін аралатып келейін. Қуана аралаймын, рахмет досым. Астанада Бәйтерек монументі, Хан Шатыр сауда ойыны, сауда орталығы, Думан ойын-сауық орталығы бар. Кешке дейін аралаймыз. Ал мен сені ауылға барсаң, көлге апарып балық аулатамын. Келістік, кеттік. Сен қандай диалог жаздың? Ребус шешіп көрейік. Бір деген сөзге қазан деген сөзді қосса, бір қазан деген сөз шығады. Сан есімдермен сөздерді қосып бірнеше сөз жасауға болады. Енді сен бір қазанның не екенін көр. Ол құс, тұмсығы ожауға ұқсайды. Ол сол ожау сияқты тұмсығымен балық аулап қоректенеді. Және бір қазанның ақ, қызыл түсті түрлері бар. Енді сөйлем құраймыз. Бір қазан балықпен қоректенеді. Ожау сияқты тұмсығымен балық аулайды. Міне оның ожау сияқты тұмсығы балықтарды оңай аулап жейді. Балалар, сендер осы сабақта сан есіммен таныстыңдар. Мәтіннен сан есім таптыңдар. Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтар құрастырдыңдар. Ал сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық. Егер маған сұрақтарың болса, мына нөмірге хабарласуға болады.